Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, жұп-жұмсақ апельсин пирогын пісіреміз. Ол үшін бір үлкен апельсинді жуып аламыз. Ірілеу етіп тураймыз. Апельсиндерімізді блендерге саламыз. Оған 180 грамм қант қосамыз. Блендердің көмегіменен араластырып ұсақтап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Енді 2 жұмыртқа қосамыз. 90 грамм сұйық май қосамыз. Араластырамыз. 1 шай қасық разрыхлитель және 230 грамм елегіштен өткізілген ұн қосамыз. 1 келкі масса болғанша араластырып аламыз. Қоюлығы видеода көрсетілгендей болу керек. 24 сантиметрлі диаметрі формаға пергамент төсейміз. Қамырымызды құямыз. 180 градуста 25-30 минут пісіреміз, сары түс болғанша. Енді үстіне жағатын помадканы дайындаймыз. 2 ас қасық сахарный пудраға 1 ас қасық лимон шырынын қосамыз. Араластырамыз. Пирогымыз дайын. Үстіне помадканы жағамыз. Тегістеп. Өте дәмді, иісі өте керемет, жұп-жұмсақ пирогымыз дайын. Отбасыларыңызға, балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет, каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаймыз.